Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге Microsoft Office пакетінің Word бағдарламасында дайын құжатқа қалай бет қоямыз. Сонымен қатар бетті өзімізге керек жерден бастап қалай қоямыз. Сол сұраққа жауап беретін болам. Егер каналымызға тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алда IT маманына байланысты, IT саласына байланысты қызықты әртүрлі тақырыптарға видеолар осылай түсіретін боламын. Егер каналға тіркелген болсаңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар. Кеттік ондеше. Алдыда жаңағы айтқан сұрағыма жауабымды көрсетейін. Ең бірінші, кез келген документті, Word документін создавать етіп алайық, шығарып алайық. Соның ішіне менде әрине мына жерде бос тұр. Word бағдарламасы бос. Осы жерге мен дайын бір жұмыстан, бір кез келген интернеттен алған курстық жұмыстан кіріспе бетін 2-3 бетті копировать етіп аламын, көшіріп аламын. Өзіміздің керек документімізге қоямыз. Мынау бізге керек емес, жаба саламыз. Енді қараңыздар. Осы жерде менде бет қойылмаған. Бет қойылмаған. Осыға документке бетті қалай қоямыз? Ол үшін біз вставка мәзіріне кіріп, нумерация страница кнопкасын, батырмасын бассақ, біз номерді, нумерация, бетке қоятын нумерацияны қай жерге қоямыз? Внизу страницы астынан, егер астынан сол жағына, немесе ортасына, немесе оң жағына қою тәсілі. Мысалға көрсетейін. Біріншісін бассақ, бізде нумерация сол жағынан қойылды. Егер сізге ұнамай, ортасынан астың, внизу страница астың жағынан ортасынан қоюға болады. Түсінікті, иә? Осы жерде қайтадан нумерация страницы внизу оң жағынан қоюға болады. Әрине стандарттар бойынша көп жағдайда бізде ортасынан келеді. Дәл солай, вверху страница сол жағынан, ортасынан, оң жағынан. Бізге ортасынан, астың жағынан қоямыз стандарт бойынша. Так, тексереміз. Бетімізді бірінші бет, екінші бет, үшінші бет, төртінші бет. Міне, осылайнан керек бетіңізді қоя аласыз. Ендігі сұрақ. Бізде кіріспе беті үшінші беттен басталсын, 1 мен 2 жасырын түрінде болсын дейді. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін біз бетімізді түсіреміз. Үшінші бетке, өзімізге керек бетке. Кіріспе енді бізде үшінші беттен басталып тұр. Бірақ қағазға шығарған кезде 2 мен 1 шығады. Бұл жерде титулка болу мүмкін. Әсіресе бұл мен көрсетіп жатқаным, мынау реферат жазатын студенттер болсын, оқушылар болсын, немесе курстық жұмыс, қандай да бір оқу білім саласына байланысты жазатын ғылыми жоба болсын, диссертация болсын, осындай жағдайлар кездесіп жатады. Соны мен бұл жерде көрсетпекшімін. Қағазға шығарған кезде үшінші беттен ғана шығатын болып, 1 мен 2 жасырын түрде болу керек. Оны қалай жасаймыз? Курсорыңыздың несін ең соңғы бетке, ең соңғы жерге қойып, разметка страницасын мәзірінің ішінде разрывы деген батырманы тауып аласыздар. Сол жерде следующая страница деген басасыз. Келесі следующая страницаға өтіп кетті, көріп тұрсыздар. Дәл солай мәзірді соңғы жерге курсорды қойып басылатын. Дәл сол әрекетті қайталаймыз. Разрыв, следующая страница. Енді бізде қойылды. Енді біз қалай керек емес бетті алып тастаймыз. Енді үстіне барып бассаңыз, 1-2 рет сол жақ батырманы. Бізде особый, бірінші белгілеп аламыз санымызды, особый колон титул для первой страницы дегенге галочканы қоямыз. Қарап отсаңыздар,
бірінші бетте бізде еш нәрсе жоқ. Бұл жерге титулкаңызда кез келген өзіңізге керек ақпаратты жаза аласыз. Екінші бет бізде тұр. Бұл жерге де белгілейміз. Особый колонтитул для первой страницы. Басамыз. Енді қарап отырсаңыздар, бізде бірінші, бұл жерде мысалға титулдық бет болсын. Титулдық бет ортаға. Мысалға да екінші бет, бір арада мазмұны, жоспары болуы мүмкін. Үшінші бет көтеріп қояйық. Үшінші бетті қарап отырсаңыздар, тұр. Төртінші бет бізде тұр. Көрдіңіздер, керек бетімізден бастап біз принтерге, баспаға осылай жібере алады екенбіз. Бір мен екі жоқ. Неге бұны көрсетіп жатырмын? Көп біздің оқушыларымыз, маған көптің сұрауы бойынша жазып жатырмын бұл бейне таспаны. Көп біздің студенттеріміз көп сұрақтар қойған болатын осындай маған. Сол сұрақтарға жауап есебінде мінекей осылай жасауға болады екенін көрсетіп жатырмын. Егер сізге ұнаса осы видео, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, осы Word бағдарламасына туралы немесе басқа да сала бойынша осы IT саласына байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Каналымызға тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетсеңіздер, менің шыққан бейне таспаларымды, видеороликтарымды жіберіп алмайсыздар. Алдағы уақытта осындай қызықты видеоларды сіздерге жазып тұрамын. Келесі сабақта кездескенше ағайын, сау саламатта болайық.